Бесеу қоя берген. Дұрыс па? Қалған ешкім таңдайды. Түстері әртүрлі, байқадыңыздар ма? Енді түс бойынша топқа бөлінеміз. Бірінші топ қызыл түс, тыңдап алайық алдымен. Бірінші топ қызыл түс, екінші топ көк түс, үшінші топ жасыл, төртінші топ қызғылт сары. Немесе сары деп ерекше. Ал тез топқа бөлінеміз. Екінші топ көк, бірінші топ қызыл, үшінші топ жасыл, төртінші топ сары. Жақсы. Әрқайсымызда әртүрлі қақлашқан топтар бар. Яғни ашамыз, арамыз, ашамыз. Екі бала мен қолымнан ұстар. Текст мен соз ұстар. Соңғы нүктеге тұр, аяғын жинап кәдімгі. Келесі. Жақсы. Мен жоқ, сіздер ұстамаңыздар. Әзірге ұстамаңыздар. Менен барлығы, мен бірден қашықтықта қойып алдым. Байқадыңыздар ма? Мен ортасында тұрған емін? Мен ортадағы нүкте центрімін. Мыналардың барлығы менен бірден қашықтықта болды. Енді қолдарымызды ұстайық, бір-біріміздің. Сонда қандай фигура шықты? Шеңбер. Жақсы, рахмет сіздерге. Отыра қойыңыздар. Сонда бүгінгі тақырыбымыз қандай екен? Шеңбер. Және шеңберге ұқсас фигура. Қазір енді оның ұқсастығымен айырмашылығымен танысамыз. Жақсы, енді мынандай тақырыпқа беруге сіздерге мына фигураларға назар аударыңыз дейді. Мұқият назар аударамыз әлішер. А, Б, С, Д фигуралары берілген. Байқадық па? А фигурасы, Б фигурасы, С, Д фигуралары. Осы фигуралардың ішінде қайсының барлық нүктелері бірдей қашықтықта орналасқан. Жақсы. А мен С. А және С фигурасы дейді. Келісеміз ба? Келісеміз ба? Жоқ. Енді қай фигура көреміз? О мен К. Жоқ, фигуралардың атауларына А мен С. Сізде айтып тұрған сол ғой. Мына О, К деп отырған бұл центр болды. Фигураның атауы астында тұр. Жақсы, сіздерге де сонда А мен С. А фигурасы қандай фигура? Шеңбер. С фигурасы дөңгелек. Сонда тек қана шеңбермен дөңгелекте ғана не істейді? Шеңбер болады. Бірдей қашықтықта, яғни берілген нүктеден. Берілген нүкте деген не? Центр. Ал мысалы мына алты бұрышқа қарайықшы. Алты бұрыштың ортасында нүкте берілген. Солай ма? Ал ол барлық жаққа қарай бірдей қашықтықта орналаса ала ма? Жоқ. Мынаған бір қашықтықта, мына екеуі бірдей қашықтықта орналасқан менен ортасына барған кезде ол басқа қашықтықты береді. Сонда бірдей қашықтықта орналаса алмайды. Тек қана А және С фигурасы. Жақсы. Сонда шеңбермен дөңгелекте ғана сондай жағдай орын алады. Енді сақина мен монетаның ұқсастығы неде? Айырмашылығы неде? Олар ортасы ойық болады, ал монетада ол жабық болып тұрады. Монетада тұтас бетінің барлығы жабық, сақинада жақсы.
Енді мен сіздерге қысқаша бейнеролик көрсеткім келді. Шеңбер ортасы уыз кәдімгі сақина болуы мүмкін. Немесе сіз күнде жұмысын ішсеңіз, сол ішсеңіз бақылашқылардың былай аузы болуы мүмкін. Ал дөңгелек ол бітеу беті бар. Күнде бітірген бұйымдарыңыз кәсіпкерлердің тартпағы, жаңағы ішеділген шоқпаңыз бақылашқылардың тартпағы, беті олардан дөңгелек беті бітеу фигуры. Ал шеңбер беті уыз сақина болуы. Олардың бұрынның ұзындығы бар. Екеуінің айырмашылығы түсінікті ме болды? Иә. Жақсы, енді мен сіздерге қысқаша тапсырма бергім келіп тұр. Әрқайсыңыз өздеріңіз түстеріңізге сәйкес. Алдымен қазір қайсыңызға қалай беріледі туралы мен түсіндіріп өтейін. Алдымен қарап алайық. Енді тапсырма әрқайсыңызға жеке-жеке бөлінген, енді оны қалай алу керек? Байқасаңыздар, сіздердің топқа бөлінген түс бойынша бөліндік қой жаңа. Қақпақшаларыңыздың әрқайсының іштерінде сіздерде өздеріңізге сәйкес номер бар. Мысалы, сіз 5 деген номер болсаңыз, 5-ші оқушы деген тапсырманы орындайсыз. Әрқайсыңыз өздеріңіздің номерлеріңізге сәйкес кім бірінші оқушы, кім екінші оқушы сол тапсырманы аламыз. Түсінікті? Әр топта өзінің тапсырмасы бар. Нешінші оқушы? 5. Мынау қайсысы кімдікі? Жақсы. Әрқайсыңыз таптық па өз номеріңізге? Әрқайсыңызда әртүрлі тапсырма берілген, яғни бүгінгі өтетін сабағымыздың анықтамалары берілген. Енді сіздерге дайындалып алуға 2 секунд уақыт беремін. Алдымен жақсылап бір-бір оқып аламыз, қиын емес. Содан кейін бір-бірімізге түсіндіруді бастаймыз. Кесіп қой. Алдымен өзіміз оқып алайық, жақсылап. Сіздер бастап кеттіңіздер ма? Түсіндіру жұмысын жасап. Түсінген болсаңыздар, түсіндіру жұмысын бастасаңыздар болады. Бірінші оқушыдан бастаймыз, әркім өзінің қолында бірінші оқушы бастаймыз.
Топ мүшелері болып па? Бір-бірімізге түсіндірдік па? Кімге түсініксіз тақырып? Барлығымыз бір-бірімізге түсіндіре алдық па? Барлық топ бірдей болды ма? Күтейік па? Үшінші топ болды па? Барлығымыз түсіндірдік па, Жақсы. Жаңа топ мүшелері бір-бірімізге түсіндіру жұмысын жасадық. Өйткені әрқайсымызға әртүрлі тақырып берілді. Сол тақырыпта қасымыздағы оқушыларға түсіндіріп шықтық. Солай ма? Енді жалпыламай бір қайталап жіберейік. Кім қалай түсінді, Мен сіздерге сұрақ қоям, сол сұраққа сәйкес сіздер жауап бересіздер. Келістік қой? Жақсы. Шеңбер дегеніміз не? Айқайламаймыз, қолымызды көтеріп, әдемі. Пивас. Шеңбер деген ол барлық нүктенің бір жазықта орналасуы, және оның іші бітеу болмайды. Оның центрін ол нүктемен белгілейді. Жақсы. Тағы не түсіндік? Толықтырасың. Центрден кез келген қашықтыққа барса, оны центр деп атаймыз. Шеңберде айналасында орналасқан фигураны шеңбер деп атаймыз. Жақсы. Әркім өз түсінігінде айтып жатыр. Нақты анықтаманы маған кім айтып береді? Әлішер? Шеңбер бір ортасында ол нүктесі центрмен бір жазықта орналасқан шеңбердің ортасындағы нүктені біз оның нүктесі дейміз. Яғни бір берілген нүктеден бірдей қашықтықта орналасқан нүктелердің жиынын не деп атаймын? Шеңбер деп атаймын. Және ол нүктелер қайда жатады? Бір жазықтықта жатады. Жақсы. Бұл шеңбер еді. Енді шеңбердің элементтері бар, Олар диаметр, доға деген сияқты, доға, жалпы. Ал радиус дегеніміз не? Радиус деген Ақтоты. Радиус дегеніміз шеңбердің бойындағы кез келген нүктемен қосатын белгіні радиус деп атаймыз. Немен қосамыз? Центрмен шеңбердің кез келген нүктесін қосатын не? Кесінді радиус деп аталады. Кесінді нақсайды. Берілген нүктеден шеңбердің кез келген нүктесін қосатын кесіндіні радиус деп атайды. Бұл қандай әріппен белгіленеді? Мен Ақтөтеден сұрап отырмын. Латын әліпбиінде әліпбиінде. Балдар, әркім жауап берісі келе ма? Бұл көтереміз. Келсіз, сосын біреуіміз айтатынан кейін екіншіміз жалғастырады. Келсіз? Жақсы. Диаметр дегеніміз не? Диаметр центр арқылы өтіп, оның бойында екі нүктені қосатын диаметр дейміз. Ол қосатын не ол? Кесінді. Оны латын тілінде Д әрпімен белгілейді. Д әрпімен белгілейміз. Жақсы. Сонда центр мен шеңбердің кез келген екі нүктесін қосатын кесіндіні диаметр деп атайды. Жақсы. Диаметр неге тең дейді? Екі радиусқа тең болады дейді. Келсеміз ғой? Жақсы. Тағы диаметрді айттық. Тағы не қалды? Доға дегеніміз не? Жанер? Шеңбердің бойында жатқан екі нүкте арасындағы бөлігі шеңбердің доғасы деп аталады. Апай төбесіне доғаның белгісін қоямыз, Жақсы. Сосын доға мен қордан екеуін қосқанда қосқанда тәріздес болады. Садақа ұқсайды келсем.
Тағы 5-ші оқышта не бар? Дөңгелек. Жалпы дөңгелек дегеніміз не енді? Шеңберден айырмашылығы не? Айқан. Дөңгелектің шеңберден айырмашылығы ол шеңбердің ортасы ашық болады, ал оның ортасы бүкіл болады. Дөңгелек дегеніміз не? Дөңгелек дегеніміз Апай, шеңбердің жазықтың шеңбердің ішіндегі бөлігі және өзімен қоса айтылғанда дөңгелек деп аталады. Жақсы. Сонда бүгінгі тақырыбымыз қандай екен? Шеңбер және дөңгелек. Дәптерімізге жазамыз. Шеңбер және дөңгелек. Шеңбер және дөңгелек. Тақырып жазамыз. Шеңбер және дөңгелек. Бағымызда цикл бар ғой, менімен бірге ілесіп шеңберді салғылар. Шеңберді қалай саламыз? Центрін белгілеп аламыз, О нүктесі. Сол центрге бір ұшын бекітеміз, циклымыздың, екінші ұшымен айналдырып шеңберімізді саламыз. Bir ұшын бекітеміз, екінші ұшын саламыз. Енді сызғыш алайық қолымызға. Енді радиус, диаметр деген қай жерде орналасқан, соны белгілеп алайық. Маған қараймыз. Шеңбер салып болдық, Жаңа айттық, радиус деп отырғанымыз берілген нүктеден, яғни центрден, шеңбердің кез келген нүктесін қосатын кесінді деді. Ал мына нүктені белгілейміз мысалы. А нүктесі. ОА кесіндісін қосамын. ОА кесіндісі. Сонда ОА кесіндісі маған нені береді? Радиусты береді. Радиусты қандай әріппен белгілейміз дедік? Үлкен латынны әріппен белгілейміз дедік. Радиусты салып алайық. Кез келген жерден қосуға болады, Мына бөліктен де қосуға болады. Яғни кез келген нүктесін қосуға болады. Салып па? Енді диаметр салып алайық. Диаметр деп отырғанымыз не дедік? Центр арқылы өтетін шеңбердің кез келген екі нүктесін қосатын кесінді дедік, Ал сызайық. Мысалы, С, Д деп белгілейік. С және Д нүктесі арқылы белгіледік. Сонда С-ды менде не болып табылады? ОА деп отырғаным радиус еді, онда С-ды менде диаметр. Оны қалай белгілеймін? Латынның үлкен бір әріппен деп айттық. Жақсы. Бұл диаметр салған. Диаметр неге тең дедік? Себебі міне, ОС және ОД радиустарының қосындысы нені беріп тұр маған? Диаметрін беріп тұр. Жақсы. Енді доғаны салды. Доға деп отырғанымыз не? Шеңбердің кез келген екі нүктесін қосатын бөлігі. Кесінді деп айтпаймыз, доға кесінді емес. Мысалға, ЕФ тең. Латынның кесіндіні, нүктені кез келген
латынның үлкен әріптерін белгілей аламыз ғой. Сонда EF міне. Осы EF деген шеңбердің мына бөлігі не деп аталады? Доға. Бұл кесімді емес, міне шеңбердің мына бөлігі. Оны белгілеген кезде EF доға деп жазып кетейін. Сонда оның жазылуы есеп басына қалай жазам? EF доғаның белгісін көмесіне, кішкене доғаның белгісі құсатып салам. Сонда мынау менде белгіленуі болып табылады. EF доғасы дейтін болсам, осылай белгілейміз. Жақсы. Доғаны айтқасын қорданы да айтып салайық, иә? Ол қорда деп отырған осы доғаның екі нүктесін қосатын кесіндіні қорда дейміз. EF қорда. Бұл енді кәдімгі кесінді қалай белгіленеді, солай белгілей береміз, иә? EF қордасы. Жаңа кім бейбарыс айтты бізде, иә? Доға мен қорданы екеуін қарастырған кезде не тәріздестеді? Садақ тәріздестеді. Ұқсай ма садаққа? EF доғамыз бізде садақтың мынау дөңгелек болып тұратын жерімізде, ағашын. Мұндағы жібі тік тұрады. Жақсы. Түсінікті ғой? Мұнда ары қарай есеп басып кетейік. Диаметр 2 радиусты беретін, немесе радиус неге тең? Радиус диаметрдің жартысы екенін ұмытпай қалды, иә? Осыны есеп басында өткен пайдаланамыз. Енді оқулықтарымыз ашылды. Оқулықта мынандай есептер берген. 1207-ден бастаймыз. Қандай есептер шығаратынымыз тақтаға белгілеп қойдым. Әр топтан бір-бір оқушыдан шықсақ болмады. Апай, бірінші топ бар. Бірінші топ бар ма? Мейлі, екінші топ шыға берейік. Бағдау үлкен ол. 1207. Қалғанымыз дәптерімізде орындай береміз, иә? Тақтаны екіге бөлейін мен. Шеңбер сызу керек болатынса циркулым бар, иә бағыз? Пайдалансақ болады. 1207. Кел екінші топтан жақсы. 50. Қалған дәптерімізде орындаймыз. Болған оқушылар болса маған айтыңыздар. Алдымен дауыста бір оқып жүрші. Шеңбердің радиусы 11 сантиметр. Шеңбердің диаметрін табыңдар. Жақсы. Сызбай тапсақ та болады онда, иә? Бірақ берілгенін барлығын анық жазамыз. Радиус тең 11 сантиметр дейді. Дұрыс табу керек. Диаметрді шешуі диаметрді отырғасын. Формуласын жазып жіберейік, повторить, өйткені мына жақта оқушылар бар, жақтан шыққан түсінбей қалды екен. Жаңа айтып, диаметр деген 2 радиусқа тең. Бағдар өзің бір түсіндіріп жібер, бағдар қалай шыққан. Диаметр неге 22 сантиметр болды? Өйткені диаметр 2-ге тең. 2-ге тең. Егер 2-ге тең демейміз, қалай дейміз? 2 радиус. Егер диаметрді тапқан кезде оның радиусы жартысы болғанда оның тағы 2-ге көбейтіп, сол кезде оның бүтін не шығар? 11 сантиметрді 2 еселедім. Иә, қысқаша. Сонда 22 сантиметр. Жақсы, молодец, формуланы пайдалана алды. Жақсы, есебіңді оқып жібер. Айдың диаметрі 3476 километр. Айдың радиусын табыңдар. Şimdi керісінше, иә? Диаметр берілген, керісінше радиусты табу керек. Бағдаулеттің есебінен тез есебі.
формуланы жазып алдыңыз ба? Жақсы. Үшінші топтан кім шығады? Келесі есепке. Апай, ана Бірден формуланы жазып кетейік. апай, жақсылықтікі дұрыс емес. Үйренеміз, иә? Жөндеуі келе ме әлде? Апай, жақсылықтың жасаған іші дұрыс шықпады. Өйткені 1728 емес, 38 болады. Сол қатесін жөндеуі келе ме? Иә. Кім керек? Барма торынан жанына келеді. Өзім қолынан жөндейік. Алдымен формуланы жазып кетейік, нақтылап. Радиус тең неге диаметр бөлінген 200. Алдымен. Жақсы. 57 болдық қоя. 28. 59 орындап жүрдік. 58 орындап қой. 59-ға. Үшінші топ келе. Бар ма? Төртінші топтан бар ма? Айқанның. 59-ға. Айқанның келе. Сақина сияқты, шеңбер сияқты. Центрлері отырақ, оның тесі болатын радиустары 2 сантиметрге тең. 3 сантиметрге тең екі шеңбер сызыңдар. Жазықтың екі шеңбер аралығындағы бөлігін бояңдар. Оны қалай атар едіңдер? Сонда бізде неше шеңбер берілген? 2 шеңбер берілген. Радиустар 2 сантиметрге тең және 3 сантиметр. Бірінші 3 сантиметр сызып алам, және одан 2 сантиметр сызам, сол кезде сақина қолыңды орнына қойып циркулда ма? Бірінші 3 сантиметр сызасың ба? Ысқышпен өлшеп алайық. Екі түрлі құрайды. 2 сантиметр және 3 сантиметр. Мына бұрышын қойды. 2 сантиметр келіп бар. 2 сантиметр өлшеп. Қатты басып. Жерім сонда 2 сантиметр, мынаның радиусы 3 сантиметр. Екі түрлі. Енді екеуінің аралығын бояйды. Екі шеңбердің аралығын бояйды. Екі шеңбердің аралығын бояды. Айқаның қандай фигураға ұқсайды? Не нәрсесі? Сақина. Не тәріздес? Сақина тәріздес. Ортасы қуыс, тәріздес деп жазып қоясыздар, иә? Сақина. Жақсы. Бірден екі оқушыға әр компьютерге отырамыз. Екі оқушыға. Бағалауды білеміз, сол қалыптастырушы бағалау ретінде сіздерге Kahoot бағдарламасы арқылы тест дайындалған. Сол сіздерде ашылған терезеде game pin деген жазу бар, байқадыңыздар ма? Сол
сіздер мына номер тересіздер. 447 56 80. Осы номерді тереміз. 447 56 80. Көрініп тұр ма бағыңыз ба? Тердік па? Интер дегенді басамыз. Night name деген шығу керек. Сол жерге отырған екі оқушы өздеріңіздің аттарыңызды жазасыздар. Мысалы, Нұрсезім, Ұлжан деген сияқты, Мақсат Айханым шықты, Амина Бағын шықты, Ілияс Бағдаулет, Нұрсезім, Ақтөпті, Нұрсая, Жансая. Кім қалып қойды? Сіздер түріп қалды ма? Жазып атыр. Так, Мансұр жазып бар. Кәне. Ал, енді басқыда ма? Так, қосылғандар кеспейміз әзірге, мен өзім айтам. Так, тек сіздер ғой. Сіздерге тапсырма беріледі, уақытында тез-тез шалқытпен орындаймыз, білеміз ғой. Осы өтілген тақырыпқа байланысты тест беріледі. Бірінші сұрақ кетті. Дөңгелектің диаметрі 130 сантиметр болса, оның радиусын есепте дейді. Ашылып жатыр ма? Мен сұрақты оқып тұрамын. Сіздерде жауап ашылуы керек. Өзіміздің компьютерімізге қараймыз, уақытта үлгереміз. Бірінші сұрақ бар. Апа, біздің костюме қалды. Балдар, сұрақ ашылғандар бірден жауап береміз. Келесі екінші сұрақ. Шеңбердің радиусы 17 сантиметр, шеңбердің диаметрін табыңдар. Бірінші тұрған жауап 17, оң жағында 68, 8,5, сосын 34. Қайсысы? Басып үлгіріп жатырмыз ба? Жақсы. Келесі. Келесі. Диаметр 2. Неге тең? Радиусқа тең ба? Белгілеймін. Жауапты белгілеймін. Радиусқа деген жауапты белгілеймін.
пайдаланған үшін. Екінші орында Амина мен Бағнұр, оларда 7 сұрақтың 5-еуіне жауап берген, бірақ кішкене Ілияс пен Бағдәулетке қарағанда уақыттан таяздап қалдық. Жақсы. Одан кейін Мақсат пен Айханның 7 сұрақтың 4-еуіне жауап берген. Қалғандардың балдары тақтада көрсетіліп тұр. Жақсы, рахмет балдар. Балдар, бұл мысал түсінікті ма? Қорытындылап жіберейік, мысалға, шеңбердің радиусы 5-ке тең болатынса, диаметр неге тең? 10. Мысалға, монетаның диаметрі 20 мм дейік, сонда радиусы неге тең? 10 мм дейік. Жақсы, түсінікті ғой балдар. Сонда үйге жазып аламыз үй жұмысы. Үйге 1265 және шеңбер және дөңгелектің қоршаған ортаға тиісетін жерлерін зерттеп келеміз. Қай жерлерде тиіседі? Мысалға, киіз үйде деген сияқты, жаңа көрсетіп бар монета, баклажканың берілген топқа бөлінген баклажканың қақпағының өзі шеңбер мен дөңгелектікті береді. Мысалға, ішкі жағы қуыс. Бұл жағын сызығын қарайтын болсақ, бұл менде шеңбер. Ал артқы бөлігін қарасам, дөңгелек. Яғни дөңгелек бүте. Осындай заттарды өздерің үйден қарап, зерттеп келеміз. Жақсы, сабақ